Саламатсыздар ма? Құрметті Жұлдыз Жорамал каналының тұрақты көрермендері. Каналымызға қош келдіңіз. Каналға тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта көптеген қызықты видеолар болады. Бүгін біз мерген жұлдыз жорамал белгісіне толық сипаттама беретін боламыз. Мерген белгілеріндегілер 23 қараша мен 21 желтоқсан аралығында туылған адамдар. Мерген жұлдызнама белгісінің ұстанымы мен көремін. Айналасындағының бірін байқау және турашылдық мергеннің оң және теріс қасиеттерінің екеуіне де бірдей жатады. Депсіздігі адамдарды өзіне қарсы қояды. Мергендердің сүйікті сөзі: ешкімді ренжіткім келмеген. Олар адамдардың не үшін ренжитінін түсінбейді. Дәл осы ретте мергендер терең ақыл мен жауапты істе дұрыс шешім қабылдаумен қатар жүретін жоғарғы моралды қасиеттерді бағалайтынын айтып кету қажет. Мақсаттылығы мергенді қолайлы уақытта керек жерге келеді. Олар үнемі шынайы және ашық. Егер өтірікті байқап қалса, бірден алшақтайды. Мергендер қозғалғыш, экстремалды ойын түрлерін қызығушылығы ретінде таңдайды. Жануарлар мен балаларды жақсы көреді. Олар үнемі қауіпті заттарға құмар. Ол мінезінің бірбеткейлігінде білінеді. Отты белгілердің біріне тым көп сөйлеу мен оғаштықтан да кенде емес. Мергендердің мейірімділігі мен қонақжайлығын қолдануға болмайды. Біліп қойса, қабағын қар басады. Шынайы жұлдыз жорамал белгісі болғандықтан өтірікті көтере алмайды. Мерген мансап мергендер өз күшін асыра бағалайды. Олар бірін-бірден жасағылары келеді. Бұл адамдардың қалыпты жұмыстармен айналысуға болмайды. Ойластыру, жасап шығару, ерекше дүние туғызу сияқты жұмыстармен айналысулары қажет. Сондықтан дизайнер, ғылыми жұмыскер, жарнама жұмыстарында мергендерді көптеп кездіруге болады. Ауыр жұмысқа араласпауға және шаршамауға тырысады. Қызметкерлердің талпынысын бағалап, сөзіне құлақ салатын нағыз бастықтар мергендерден шығады. Кез келген жұмыста қажет болуға тырысады. Жалғыздықтан гөрі ұжымда жұмыс дегенді ұнатады. Өз бастығына дөрекілік танытпайды. Жаттыққан денесінің арқасында спорттық жүлделерге әбден қол жеткізуіне болады. Бұл адамдар спортшы, ыртыс, бишілердің арасында көптеп кезігеді. Қулық-сұмдыққа бейім, ары мазаламайды. Азапты ойындарда үлкен тігісті жиі қоймаса да, сондай орындарда жақсы мансаптық жолды құруларына болады. Мерген денсаулық табиғаттан берілген мықты денелерін барынша қолданады. Алайда экстремалды қызығушылықтарының нәтижесінде жиі жараланады, сіресе қол-аяқтары. Өкпелер мен бүйректеріне де абай болғандарды шарт. Сондықтан темекі тартуларына тыйым салынған. Ауырса тез, ірі оңай сауығып кетеді. Мергендердің берік мінезі аурудың бетін кері қаратады. Дәрігерлердің кеңестеріне құлақ асады. Сабырлылығы жүйке жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Мергендер тамақ пісіргенді және дәмді астанғанды ұнатады. Араларында астың сапасы мен дайындалу жолына көп көңіл бөлетін гурмандар да жиі кездесіп жатады. Сапар барысында елдің дәстүрлі тағаммен танысады. Күнделікті тамағына сүйегін қатайтатын құрамында кальций бар өнімдерді қолдануға кеңес беріледі. Бауырлары қорыта алмайтын тым майлы тамақтан бас тартқандары жөн. Шөп шайлар мен қайнатпаларды ішіп, ағзасын тазартқан пайдалы. Мерген қатынас әйелдер және еркектер басқа жұлдыз жорамал белгілер мен үйлесімділігі. Мерген еркек мерген жұлдызнама белгісінде туылған еркектер көбісіне бір түрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ оларды үнемі адамдар қоршайды. Сондықтан оның көңілін аударымын десеңіз, сол топты бұзып өтуге тура келеді. Мерген үшін оны құрықтап қолында ұстайтын ел керек. Дөрекілікке дайын болыңыз, ренжіп қалмаңыз. Өзін кінәлі сезінген мерген тұйықтала бастайды. Кешірім сұрай алмайды. Өзі таңдаған елге қаншама жыл өтсе де ғашық, сезімі суымайды. Сізге ешқашан опасыздық жасамайды. Мерген елдер турашыл, ашық адамдар. Сізді тығырыққа тірейтін заттар жасап, түрлі ашық сұрақтар қояды. Қарым қатынаста мерген ел өте адал және құлай ғашық болатын. Өте сирек қызғанады. Сіздің бұрынғы қыздарыңызға кішіпейілдікпен қарайды. Бұл белгідегі елмен берік байланысы орнату үшін оны қорғау керек, біраз ешқашан оған ештеңе бұйырушы болмаңыз. Мергенге үйлесетін белгілер: балық, егіздер, бикеш, суқұйғыш және арыстан, ал тоқты және шаян мен бас қоса алмайды.
Мерген біреуге қысым жасағанды ұнатпайды. Сондықтан өзі тұратын үйде де, жан жүрегінде де бос жер өте көп.